Ерлі-зайыптылар гольф алаңына барады, қоршап тұрған қымбат үйлерге назар салады. Әйелі допты ұрды, әрс еткен дыбыс шықты, бір қымбат үйдің терезесін сындырды. О, жоқ, біз сол жерге барайық, кешірім сұрап, терезе бағасын сұрайық. Сол үйге барды, есіктің ашық екенін көрді. Олар ішке кіріп, сынған шыны бөтелке тапты. Бір ер адам жақындап, рахмет деді. Біздің жігіт кешірім сұрамақшы болды, бірақ ер адам: терезе үшін уайымдама, мен өте ризамын бөтелкеден шыққаныма. Мен Джин, менің атым сондықтан екі тілек орындаймын, бірақ менің тілегіме жауап ретінде маған да бір тілек бересіңдер ме? Жігіт $100 миллион, әйелі ешқашан ауырмайық дейді. Джин: Қалай мақалай, болды, бәрі болады. Енді менің тілегімнің кезегі келді. Сұраймын сенің әйеліңмен 1 сағат уақыт өткізуді, өйткені сол бөтелкеде ұзақ жаттым қамалып. Ерлі-зайыптылар келіседі көп ойланып, 1 емес 2 сағат олар бірге болады. Соңында Джин әйелге сұрақ қояды: Кешіріңіз, екеуіңнің жасың қаншада? Менің жасым 32, күйеуім 35 жаста. Сол кестегі ер адамның айтқан сөзі не? Сендер әлі де джиндарға сенесіздер ме?